Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз квадрат теңдеулер. Яғни біз бүгінгі сабақта квадрат теңдеулерді шешу және Виет теоремасы және б квадрат теңдеулерді қарастыратын боламыз. Олай болса, квадрат теңдеу дегеніміз не? Квадрат теңдеу дегеніміз айнымалының ең үлкен дәрежесі 2-ге тең болатын теңдеу. Яғни ax квадрат плюс bx плюс с тең 0 түрінде жазылады екен. Мұндағы бізде а бірінші коэффициент, б деген екінші коэффициент, ал с дегеніміз бос мүше. Ал біз осы квадрат теңдеуді шешу үшін дискриминант формуласын қолданады екенбіз. Дискриминант формуласын және x-ті табу үшін минус p плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2а формуласын қолданатын боламыз. Квадрат теңдеуге қарапайым екі мысал көрсетейін. X квадрат минус 5x плюс 6. Мұндағы бізде бірінші коэффициентіміз a-мыз бізде, яғни 1-ге тең, x-тің алдында 1 бар деп қарастырамыз ғой, ал b-мыз минус 5-ге тең, s-мыз 6-ға тең екен. Енді мына жаққа дискриминант формуласын жазайын. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4ac, ал x1 мен x2-ның формуласы минус b плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2а. Олай болса, дискриминантты есептейік. Дискриминантымыз минус 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген а-мыз 1-ге тең, с-мыз 6-ға тең. Сонда 25-тен азайтамыз 24-ті тең 1 болады екен. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b дегеніміз бізде b-мыз итак минус 5-ге тең ғой. Сол үшін формуланың минус мен 1-ге ол бізде плюс 5 болып кетеді. Плюс минус түбірасты дискриминантымыз 1. Түбірасынан 1 ол бізде 1 болып шығады. Бөлеміз оны 2а. А-мыз бізде 1-ге тең екен. Сонда 5-ке 1-ді қосамыз 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, және 5-тен 1-ді азайтамыз 4, 4-ті 2-ге бөлеміз 2. Сонымен біздің теңдеуіміздің жауабы x1-міз 3-ге тең, ал x2-міз 2-ге тең болады екен. Ал енді екінші есепте де дәл солай. Бұл жерде бірінші мүшеміз 2-ге тең екен. Бірінші коэффициентіміз, ал екіншісі минус 7-ге, бос мүшеміз 3-ге тең екен. Олай болса, дискриминантын есептейік. b квадрат минус 7-нің квадраты минус 4ac, 4, а-мыз бізде 2-ге тең, с-мыз 3-ге тең екен. Олай болса, 49 азайтылған 24 тең болады екен 25-ге. Сонда дискриминантымыз бізде бұл 5-тің квадраты. Енді дәл солай x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b, минус біздің b-мыз минус 7-ге тең, формуланың минус мен плюс болып кетеді. Түбір асты дискриминантымыз ол бізде дискриминантымыз 25, яғни ол 5-тің квадраты. Плюс минус 5 бөлінген 2, а-мыз қаншаға тең? А-мыз 2-ге тең, 2 көбейтілген 2. Сонда 7-ге 5-ті қосамыз 12, 12-ні 4-ге бөлеміз 3, 7-тен 5-ті азайтамыз 2, 2-ні 4-ге бөлеміз 1 бөлінген 2. Сонда жауабы x1-міз 3-ге, x2-міз 0,5-ге тең екен. Енді бізде осы квадрат теңдеулердің екі түрі болады. Толымды және толымсыз квадрат теңдеулер. Мына жерде бізде x квадрат минус 16. Қараңыздаршы, мына теңдеуде бізде бірінші коэффициентіміз бар, екінші коэффициентіміз бар, бос мүшеміз бар. Ал мына жерде бізде бірінші коэффициентіміз бар және бос мүшеміз ғана бар. Сондықтан бұл бізде толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. Бұны шешу үшін біз мына жақта тұрған минус 16-ны теңдіктің оң жағына плюс 16 өткіземіз. Сонда x-ті табу үшін екі жақты түбірге алатын боламыз. Сонда x-міз тең болады плюс минус 4-ге. Енді осы квадрат теңдеулердің түбірлерін табудың негізгі әдісі бізде дискриминант. Бізде осы дискриминант табатын жағдай 3 жағдайға бөлінеді екен. Біріншісі дискриминантымыз 0-ден үлкен болатын жағдай, екіншісі дискриминантымыз 0-ге тең болатын, ал үшіншісі дискриминант 0-ден кіші болатын жағдай екен.
егер де бізде бірінші жағдай дискриминантымыз нөлден үлкен болатын болса, онда бізде теңдеудің екі түбірі болады. Оның түбірлерін x1, x2 мына формулалармен табамыз, бағанағы мысалдарда қарастырғандай. Ал екінші, дискриминантымыз нөлге тең болатын болса, онда теңдеудің бір ғана түбірі болады екен. X-іміз тең болады минус b бөлінген 2a-ға. Ал үшінші жағдай, егер дискриминантымыз нөлден кіші болатын болса, онда теңдеудің нақты түбірлері болмайды екен. Олай болса, бірінші жағдайға мысал, бірінші мысалдың бірінші коэффициенті 1-ге тең, екінші коэффициенті минус 5-ге, ал бос мүшеміз 6-ға тең екен. Олай болса, дискриминантқа салайық. Дискриминантымыз тең минус 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, с-мыз 6-ға тең. Сонда 25-тен азайтамыз 24-ті тең болады 1. Енді x1 мен x2-ні табамыз. Дәл жаңағыдай x1 мен x2-ні табу үшін бұл жерде екі формула бөлек-бөлек жазылғанмен, екеуінің разницасы айырмашылығы тек таңбаларында ғана. Минус b, біздің b-мыз минус 5-ге тең, формуламен плюс 5 болады. Плюс 5 плюс 5 плюс минус түбір асты дискриминантымыз ол бізде 1-ге тең, бөлінген 2a-мыз 1-ге тең. Сонда 5-ге 1-ді қосамыз 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, және 4-ті 2-ге бөлеміз 2-ге тең. Сонда біздің x1-міз 3-ге, x2-міз 2-ге тең болады екен. Яғни дискриминантымыз 0-ге тең болғанда, бізде осындай теңдеудің екі түбірі шығады. Екінші, дискриминантымыз 0-ге тең болатын жағдай. Онда не жағдай? Дәл сол мына жерде a-мыз 1-ге тең, b-мыз минус 6-ға, с-мыз 9-ға тең. Енді дискриминантқа салатын болсақ, b квадрат минус 6-ның квадраты минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, с-мыз 9-ға тең. Сонда 36 азайтылған 36 тең болады 0-ге. Дискриминантымыз 0-ге тең болған кезде мына формулаға саламыз, яғни теңдеудің бір ғана түбірі болады. Сонда x-іміз тең болады минус b дегеніміз, b-мыз 6-ға тең, формуланың минус мен плюс болып кетеді, плюс 6 бөлінген 2 көбейтілген a-мыз 1-ге тең. Сонда x-іміз тең болады екен 3-ге. Жауабы бір ғана түбір болады. Енді келесі жағдай, дискриминантын есептейік. b квадрат дегеніміз 4-тің квадраты минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, с-мыз 5-ге тең. Сонда 16-дан азайтамыз 20-ны. Бұл жерде бізде қанша шығады? Минус 4 шығады екен. Ал бізде жаңа айтқандай, үшінші жағдай бойынша дискриминантымыз 0-ден кіші, яғни минус сан болатын болса, онда теңдеудің нақты түбірі жоқ деген сөз. Енді Вие теоремасы. Вие теоремасы дегеніміз бұл квадрат теңдеуді шешудің тағы бір әдісі, дискриминантқа салмай-ақ шығаратын әдіс. Бұл жерде бізде x1 мен x2-ның қосындысы, яғни мынау квадрат теңдеуіміздің түбірлері болады, x-тің жауаптары, яғни x1 мен x2-міздің қосындысы, мынау екінші коэффициентпен бірінші коэффициенттің бөлінісіне тең, яғни минус b бөлінген a-ға тең. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі с бөлінген a-ға тең болу керек екен. Сонда x1 мен x2-ның қосындысы бізде қаншаға тең болады? Минус b бөлінген a дейді. Біздің b-мыз итак минус 8-ге тең ғой, с-мыз 15-ге тең. Ал a-мыз қаншаға тең? a-мыз 1-ге тең. Сонда x1 мен x2-ны қоссақ, минус b бөлінген a дейді. Демек, x1 мен x2-ны қоссақ 8 шығу керек. x1 мен x2-ны көбейтетін болсақ, с бөлінген a дейді. С-ны a-ға бөлсек 15. Яғни ойша алатын болсақ, x1 мен x2-ны қоссақ 8, x1 мен x2-ны көбейтсек 15 болу керек. Осы жауапта қанағаттандыратын сандар бізде сол осы теңдеудің түбірі болады. Яғни ойша алатын болсақ, x1-міз 3-ге тең, x2-міз 5-ге тең. Демек, 3-ге 5-ті қосамыз, бізде 8 болады.
3-ке 5 көбейтетін болсақ, 15 болады екен. Біздің жауабымыз 3 пен 5-іміз теңдеуді қанағаттандырды. Демек, жауабы 3 пен 5 болады екен. Яғни Ве теоремасының мына бір формуласын жаттап алсақ, ешқандай дискриминантты x-ні формуласына салып жаттаудың қажеті жоқ екен. Есептеудің қажеті жоқ екен. Яғни осы ережені, осы заңдылықты білсек болды. Енді б квадрат теңдеулерді шешу және олардың шешімдері дейді. Б квадрат теңдеу дегеніміз қандай теңдеулер? Олар 4-ші дәрежелі теңдеудің арнайы түрі. Оның жалпы түрі міне мынандай болады. Ax 4 дәрежесі қосылған bx квадрат плюс с тең 0. Мұнда бізде a, b, с нақты сандар, ал x айнымалы. Б квадрат теңдеуде бізде x куб және x мүшелері болмайды екен. Енді осы б квадрат теңдеулерін шешуге қарапайым екі мысал қарастырып кетейік. X квадрат минус 5x плюс 4 тең 0. Бұл теңдеулерді қалай шығарамыз? Бұл теңдеулерді шығарауда біз жаңа айнымалы енгізетін боламыз. Яғни біз x квадратты біз t деп алсақ болады. T немесе a деп алсақ болады. Енді бұл жерде a-мыз бізде жоқ, оны a-мыз бізде 1-ге тең, b-мыз минус 5-ге тең, және s-мыз қаншаға тең? 4-ге тең. Енді x квадратымыз t-ға тең болатын болсақ, мынау x квадратымыз t-ға болатын болса, x-ның 4 дәрежесі бізде t квадрат болмай ма, я? T квадрат минус 5, ал мына жердегі x квадратымыз бізде t-ға тең, 5t плюс 4 тең болады 0-ге. Енді осы жерден t-ны тауып аламыз. Ве теоремасы бойынша 4 пен 1 деп алсам сіздерге түсінікті ме? Егер де 4 пен 1-ді көбейтетін болсақ, 4-тің өзі шығады. 4 пен 1-ді қосатын болсақ, минус болу керек, ереже бойынша. Демек, біздің t1-іміз қаншаға тең? 4-ке, t2-іміз 1-ге тең. Енді мына жерге апарып қоямыз. Бізде x квадратымыз t-ға тең еді ғой. Енді x квадратымыз тең болады 4-ке, демек x-іміз тең болады плюс минус 2-ге, ал x 2-міз тең болады 1-ге, x-іміз тең болады плюс минус 1. Б квадрат теңдеулердің жалпы шығару түрі осылай. X екінші мысалда да дәл солай жаңа айнымалы енгіземіз. Мына жерде жауап қате болуы мүмкін, кішкене асып шығардым. Екіншісінде дәл солай t квадрат минус 3t минус 4 тең 0 болады. Жай ғана жаңа айнымалы енгіземіз. Жаңа айнымалы енгізіп болғаннан кейін соңында x-ті қайтадан орнына қоюды ұмытпаймыз. Сол кезде ғана біздің жауабымыз дұрыс шығады. Енді мынаны дискриминантпен есептейік. Дискриминантымыз b квадрат минус 3-тің квадраты минус 4, a-мыз 1-ге тең, s-мыз минус 4-ге тең. Мына жер плюс болып кетеді. Сонда 9-ға 16-ны қосатын болсақ, 25. Бұл бізде 5-тің квадраты. Сонда x1 мен x2-міз, t1 мен t2-міз тең болады екен. Минус b дегеніміз 3, плюс минус түбір асты дискриминантымыз 5-ге бөлінген 2a дейді. 2 көбейтілген 1. Сонда тең болады. 3-ке 5-ті қосамыз 8, 2-ге бөлеміз 4. 3-тен азайтамыз 5-ті. 3-тен 5-ті азайтатын болсақ, минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлетін болсақ, минус 1. Сонымен x квадратымыз тең болады. X квадратымыз тең болады 4-ге, және x квадратымыз тең болады екен минус 1-ге. Бізде мына жерде квадраттардың ешқашанда бізде минустан шықпайды. Сондықтан мына жауабымыз біздің қате болады екен. Мына жерде шешім жоқ. Яғни минус 1 бізде теңдеудің шешімі бола алмайды екен. Сонда x-іміз тең болады плюс минус 4-ге. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.